тақырып шикізат пен жартылай өнімдерді есептеу. Өнімдер мөлшерін анықтау үшін мәзір бойынша мына формуламен анықталады. G тең кішкентай g p n көбейтілген бөлінген мыңға. GP дегеніміз бір тағамға өнімнің нормасы. N порция саны, өнімдердің жалпы мөлшері G жалпы тең сол әр өнімнің әр тағамдағы қосындысы. Шикізат мөлшерін есептегеннен кейін жиынтық шикізат ведомствосы жасалады. Сонымен қатар ассортимент кестесі кәсіпорынға күніне қажет сатып алынатын тауарлардың санын көрсете отырып жасалады. Бұл не үшін қажет бізерге? Өнімдер мөлшерін анықтау. Мысалы, қанша шикізатты қанша мөлшерде сатып алу керек, сол күнге қанша мөлшерде сатып алу керектігін анықтау керек. Мысалы, сиыр еті керек болатын болса, сиыр етін біз салатқа қосамыз, екінші тағам жасаймыз, мысалы қандай да бір, одан кейін бірінші тағамдар жасаймыз. Сол кезде қосқанда сол салаттарға, бірінші тағамға және екінші тағамға қанша сиыр еті кетеді, соны есептеп аламыз. Сол мына әр тағамға мына формуламен есептелінеді, ал бүкіл сомасы мына формуламен есептелінеді. Одан кейін мынандай жиынтық шикізат ведомствосы құрылады. Мысалы, сиыр еті күніне 38-81 килограмм керек. Сиырдың тілі 7-89 керек деп, примерно осылай жазамыз ары қарай. Одан кейін сақтау бөлмелерінің, қоймаларының, аудандарының есебі. Қоғам тамақтандыру кәсіпорындарына түскен және сақтауға қажет бөлмелерге мыналар кіреді. Өнімдер мен тағам қалдықтарын сақтауға арналған салқындатқыш камера, көкөніс қоймасы, ыдыс пен инвентарь қоймасы, тараны жуу мен сақтау қоймасы, арақ-шарап қоймасы. Жобалау кезінде өнімдерді қабылдау мен сақтауда белгілі бір талаптар қойылады. Олар жаңа камералар мен қоймаларды бір қабатты, бір жазықта орналасқан жөн. Аудандары тең бүйірлі болады. Камералардың жаңағы тереңдігі 1,5, 1,6, 1,8 метр болады. Ал бөлек камералар тамбурсыз да жобалауға болады. Салқындату камераларды қазандық пен бойлерлі жуу бөлмесімен және тағы да басқа жоғары температуралы және ылғалдықты бөлмелермен жуу, сан түйінді бөлмелермен, өндірістік бөлмелермен орналастырмау қажет. Егер бірнеше қабатта орналасқан болса, блоктар бірінің астында бірі орналасу керек. Көкөніс қоймасын бірінші қабаттан жоғары орналастыруға болмайды. Салқындату камералардың және қоймалардың жарықтандыруы тек жасанды болу керек. Құрғақ өнімдерді жарық, құрғақ жерде сақтайды. Қоймаларға түсетін өнімдер тарада стеллаждың үстіне сақталады. Жабдықтардың орналасуын негізінен сызықты түрде қолданған жөн. Есептеу әр бөлмеге жеке-жеке жүргізіледі және оны мына формуламен анықтайды. F тең G көбейтілген T көбейтілген бета бөлінген Q. Дағы F бөлменің ауданы, бета дәріздер мен бөлмелердің ауданының ұлғаю коэффициенті, ол мінекей төменде берілген. Бұл да анықтамалық мәлімет. 2,2 ол кіші камералар үшін, егер 10 метр квадратқа дейін болса, 1,8 орта, 1,6 үлкен камералар үшін. Сақтау ұзақтығы қанша күн сақталады, бұны да анықтамалық мәліметтен алуға болады. G берілген өнімнің бір күндік қоры, жағы шикізаттар ведомствосынан аламыз. Сөйтіп, қоймалық бөлмелердің есебін осындай кестеге толтырамыз. Мысалы, қойдың еті 24 килограмм белгілі, бір ауданға бөлінген жүктеме 120, бұл да анықтамалық мәлімет. Сақтау мерзімі 3 күн, ол да анықтамалық мәлімет. 2,2 ауданның ұлғаю коэффициенті, мына жерде кіші камера деп берілген мәлімет бойынша. Осының бәрін формулаға қойған кезде, мына формулаға сонда есептелген аудан есептелінеді. Өстіп, кілең етті бір камераға жазамыз. Сиыр етін, мысалы, май болсын, қой еті, жануар майы, одан кейін тауық, осының бәрін бір камераға сақтап, аудандарын тауып,
бәрін қосамыз. Сол кезде жаңағы оның қанша аудан екені шығады, қанша аудан керек екені шығады. Сол сияқты басқа камералар үшін де осындай есеп жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет.